Қайырлы кеш баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Зылқұмардың асханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай күшті керемет нанның рецептін салдым. Бүлген нан, яғни базардағыдай, дүкендегідей өте керемет болып шығады. Беттері қатпарлы, іштері жұмсақ, тығыз болып, және де біздің нанымыз ауыр. Және де бұл нанымыз дрожжға иленбейді. Екі ғана затпен ашытқы дайындап үйренеміз, және де қанша күн сақтаймыз, қалай ұлғайтамыз, барлығын сіздерге айтып түсіндіріп өтемін. Менің YouTube парақшам Зұлқұмардың асханасына өтсеңіздер, жаңа ғана осы нанның рецептін салдым. Дүкеннен сатып алмастан, үйде отырып өздеріңіз бір көріп, жасап көріп, үйреніп алып, және де әртүрлі нанның рецептілері бар менде. Соны үйдегілеріңізге, отбасыларыңызға дәмді етіп пісіріп берсеңіздер болады. Ақшаға сатып алмай, менің YouTube парақшам Зұлқұмардың асханасы. Барлықтарыңызды күтемін. Ол жақта заквасканың рецептін